Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді творожный пирогын жасайтын боламыз. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен біз ұнымызға құмшекерімізді, разырхителімізді, майымызды қосып, жақсылап осылай қолымызбен умаждайтын боламыз. Қыздар, мен бұл жерде жүгері ұнын қолдандым. Сіздер үйлеріңізде бар ұндарды қолдансаңыздар болады. Бірінші сорт, высший сорт болсын, бола береді. Кез келген ұн бола береді. Енді осындай бір жұмыртқамызды қосатын боламыз. Рецепт бойынша негізі бір жұмыртқа. Егер де сіздердің қамырларыңыз бірікпей жатса, онда бір жұмыртқаның сарысын қоссаңыздар да болады. Өйткені жұмыртқалардың размерлері әртүрлі болады, сол себептен қамыр бірікпей қалуы мүмкін, жұмыртқа аз болып. Енді осы қамырымызды холодильникке жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді салмасына кірісейік. Ол үшін бізде осындай қолдың творогын қолдандым. 2 жұмыртқа және құмшекерімізді жақсылап араластыратын боламыз. Осындай бізде қоймалжың масса шығады. Енді диаметрі 24 осындай ыдыс алатын боламыз. Астына қағазды төсеп, қамырды осы ыдысқа жайғастыратын боламыз. Міндетті түрде осындай бортиктерді жасайтын боламыз. Қыздар, пирогтарды міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Пирогтарды әдетте 180-190 градустарда пісіргеніміз дұрыс болады. Асықпай, әдемілеп, көтеріліп пісетін болады сол кезде. Сосын піскен пирогымызды формадан бірден алмаймыз. Оны бөлме температурасында 30 минут суытып, кейіннен холодильникке 1-2 сағатқа қойып, содан кейін ғана формадан босатып кесетін боламыз, қыздар. Енді вилкамен осылай тесіп шығамыз қамыры өте жақсы піссін деп. Одан кейін осы салмамызды салатын боламыз. Алдында мен айтқан ережелерді міндетті түрде сақтау керек, қыздар. Бірден формадан алып, бірден турамайтын боламыз пирогтарды. Сметанник болсын, осы творожный пирог болсын. Сол кезде олар формасын сақтап, өте әдемі кесіліп, сіздің дастарханыңызда өте әдемі болып тұрады, қыздар. Енді пирогымызды әсемдеу үшін мен холодильниктегі құлпынайымды қолдандым. Сіздер кез келген ягодаларды қоссаңыздар да болады. Сосын жаңағы артық тұрған қамырларды осындай мұш-мұш жібереміз и осындай ягодаларымызды салатын боламыз. Ягоданың кез келген бола береді. Малина болсын, құлпынай болсын, тағы да смородина болсын, келе береді. Жалпы үйлеріңізде не бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Енді қызып тұрған пеште осыны 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінеки пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.